Так, енді осы бүгіндікке жаңа патфиздан, фармадан, иммунологиядан и мына көріп тұрғандай патоанатомиядан видеолар шығып жатыр. Енді келесі аптадан бастап тек қана подпискасы бар адамдар ғана көре алатын болады. Енді давайте особо уақыт созбай қояйын, тақырыпқа өтейік. Біз қазір именно мынау гипофизден туындайтын аурулар туралы айтатын боламыз. И көріп тұрғандай, дальше енді видеода көретін боласыздар, именно мынау гипофиздің аденомасынан туындайтын болады. Гипофиз аденомас. Жалпы бұлардың өзін екіге бөледі. Біріншісі гормондардың түзілмеуімен, екінші гормондардың тым қатты артып кетуімен. Біз бұны қалай ажырата аламыз? Жалпы былай адамның қандай клиникалық көріністері бар, соларға қарап, қай гормонның гиперфункциясы болып жатқанын, қай гормонның гипофункциясы болып жатқанын сол арқылы анықтай аламыз. Одан кейін бұларда бізде гормондардың артуына байланысты немесе кемуіне байланысты бұларда моногормонды, одан кейін бигормонды и одан кейін плюригормонды деп бөледі. Моногормонда тек қана бір ғана гормон зақымдалады. Ол мысал ретінде мынау гипофизде синтезделетін аденокортикотропты гормондар, одан кейін соматотропты гормондар, одан кейін гонадотропты гормондар, одан кейін жаңағы тиротропты гормондар. Одан кейін жақта битропты, то есть бигормонда бұл жақта именно екі гормон зақымдалады, ал плюрида бірнеше гормондар зақымдалатын, то есть бірнеше гормондардың гиперфункциясы немесе гипофункциясын байқайтын боламыз. Енді мына жақта именно соматотропты жасушалардың аденомасын қарастырайық. Яқа жазайық. Соматотропты аденома. Бұл аденома деп тұрған жаңағы ісік, және де бұл жаңағы гипофизде болып жатыр. Енді бұлар бізде алып келеді өсу гормонның артуына, и бұл өз кезегінде алып келеді акромегалияға. Енді акромегалияда жалпы адамның құлағы, қолы, аяғы, жалпы денесі өте үлкен болады. Қысқаша денесі үлкен деп жазайын, денесі үлкен. Одан бөлек бұның жалпы ішкі ағзалары да олардың үлкеюі көрінеді. Бұны біз спланхомегалия деп айтамыз. Одан кейін енді давайте бұның патоанатомиясына кетейік, морфологиясы. Так, ең бірінші бұл жақта гипофизді гемоксилин эзимен бояп қарайтын болсақ, бұл жақта именно эзинофилдер, яғни эзинофилді өте жақсы боятын болады. И жалпы былай айтқанда қып-қызыл түсті көріп тұратын боламыз. Одан кейін бұл жақтағы аденома, оның салмағын өлшеп қарайтын болсақ, бұлар бізде тіпті 100 граммнан да артып кетуі мүмкін. Негізінде гипофиз деген ол жаңағы бірнеше ғана граммнан тұратын безеді, бірақтан көріп тұрғандай, бұл жақта прям 100 граммға дейін болып кетті. Одан кейін мынау аденома 100 грамм болғаннан кейін біз білеміз анатомиядан, бұл жаңағы ер тоқым деген сүйекте, түріктің ер тоқымы деген сүйекте тұратын еді. Енді осы түрік ер тоқымын бұлар жарып шығатын болады. Себебі тупа бұл сүйектің ішіне сыймайды. Түрік ер тоқымы. Ер тоқымы жарылуы дейін. Так, енді бұл әрі қарай не нәрселерге алып келеді. Ер тоқым жарылған кезде, ол жақта бізде көз нервінің қиылысы тұрады. Яғни осы көз нервін басып қалатын болады. Көз нервін басып қалуы. И осылайша бізде көз нерві семейді. Яғни семіп қалу деген ол жаңағы
құрылымы кішірейіп кетеді. Одан кейін адам көре алмай қалуы. Осылайша бізде акромегалиямен ауыратын адамдар, кейбір адамдар осындай көру қабілетінен айырылады екен. Так, получается, гистологиялық препараттан, то есть микропрепараттан біз жаңағы экзонофильді боялғандарын көреміз. Одан кейін ал макропрепараттардан осы аденоманың кесірінен өте қатты 10 есе артып кеткенін көріп тұрмыз, 100 грамм болып. Одан кейін ер тоқымның жарылуын көріп тұрмыз. Одан кейін көз нервінің семіп кетуін көріп тұрмыз. Одан кейін әртүрлі спонхономегалияларды көріп тұрмыз. И жалпы сырттан қарағанда көрінетін денесі үлкейгенін көріп тұрмыз. Одан бөлек акромегалия туралы тағы да не айтып кетуге болады. Жалпы өсу гормоны ол контринсулярды гормон болып табылады. Осының есебінен қанда гипергликемия дамиды. Осыған байланысты қант диабетіне алып келеді. Қант диабеті болады, как бонус ретінде. Одан кейін тағы не нәрсе болады. 30% қалқанша бездің үлкеюіне алып келеді. Бұны қазір не үшін екенін айтып кететін боламын. Үлкеюі. Одан кейін бүйрекүсті безінің қыртысты затының қалыңдауына алып келеді. Қалыңдауы. Бұны да не үшін екенін айтып кететін боламын. Одан кейін керісінше жыныс бездері семіп қалатын болады. Семейді, яғни кішірейіп қалады. Енді бұл не үшін? Акромегалияда біз айтып тұрмыз, өсу гормоны артып кетеді деп. Яғни осы өсу гормонының гиперфункциясы. Бұл өсу гормоны бауырға әсер етеді. Одан кейін бауырға әсер еткеннен кейін бауырда IGF, яғни тағы да бір өсу гормонына ұқсайтын осындай бір өсуді арттыратын осындай бір зат түзіледі. Бұл барып осы затқа бізде қалқанша безіне рецептор бар. Осы рецептормен байланысады. И осының арқасынан бізде қалқанша безі үлкею жүреді. Бірақтан көріп тұрғандай, не всегда, әрқашан емес. Одан кейін дәл осы схемамен бізде бүйрекүсті безінің қалыңдауын алып келеді. И енді сұрақ туындауы мүмкін. Екеуі не үшін үлкейіп жатыр? То есть қалыңдап үлкейіп там. Ал неге жыныс бездері керісінше кішірейіп жатыр деген сияқты. Себебі гипофизда ол жақта не только соматотропты гормон, то есть соматотропты жасушалар болады. Енді осы тағы да ол жақта жаңағы гонадотропты жасушалар бар. Яғни жаңағы фолликул симулирующий гормондар, одан кейін лютеин деуші гормондар. Егерде именно соматотроптылардың саны артатын болса, соматотропты гормон, онда керісінше осы гонадотропты гормондардың деңгейі түсетін болады. Себебі налар как-то оларды қысып қалып, оларды ығыстырып, синтезіне мешать етіп жатыр дейік. И осылайша біздегі гонадотропты гормондар синтезделмейді, и жыныс бездерінің семуіне алып келеді. Енді давайте жақта келесі Кушинг синдромын қарастырайық. Негізінде мен бір эндокринологтан сұрағам, сіз өміріңізде қанша рет Кушингпен ауыратын адамды кездестіргенсіз деп сол кезде бір-ақ рет деп айтқан. Ладно, по идее былай особо көп кездесе беретін ауру емес. Так, Кушинг ауруы. Кушинг. Бұл жақта енді Кушингтің этиологияларын айтып кетейік. Біріншісі ең көп кездесетін бұл экзогенді жаңағы кортизол типтес гормондарды енгізуден. Бұлар көп жағдайда, яғни экзогенді жасайын. Көп жағдайда осы себептен туындайды. Одан кейін екіншісі бұл бізде гипофиздің аденомасы. Гипофиз аденомасы именно жаңағы кортикотропты гормондардан. Одан кейін тағы не нәрсе бар. Бүйрекүсті безінің тоже аденомасы, немесе бұдан да жаман карциномасынан. Карцинома.
и бұлар жаңағы Кушинг синдромына алып келетін болады. И Кушинг синдромы негізінде бұның патогенезі өте күрделі, но егер де қысқаша айтатын болсақ, то кортизол деген гормон артып кететін болады. Одан кейін мына жақта бізде тағы да псевдокушинг деген понятие бар. Мысал ретінде адам өте көп арақ ішіп жүр, немесе қатты күйзелісте, там депрессияда жүр. Одан кейін бұларда жаңағы бүйрек үсті безінде гиперплазиясы болып, и осы Кушинг синдромына алып келуі мүмкін. Енді Кушинг синдромында қандай көріністер болады? Так, бұл жақта бізде семіру болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы полиурия, стриялар, гирсутизм, остеопороз, қант диабеті дейді. Так, полиурия, мен ойымша, бұл уже слишком патофизиология болып тұр, так что не надо. Мақұл, так, стриялар. Не үшін бұл жақта бізде стриялар пайда болады? Стрия деген анау екі қабат әйелдерде андай растяжкалар болады. Сол растяжкалар сияқты көріністер. Бұлардың түзілу себебі мынау кортизол, ол жаңағы коллагеннің жұмыс атқаруына кедергі жасайды. Так, не деп айтқан едім? Коллаген. Одан кейін, так, остеопороз бар. Остеопороз. Не үшін остеопорозға алып келеді? И қалай? Бұл жаңағы кортизолдар сүйектің матриксіне кері әсер етеді. И осылайша бізде остеопороз дамитын болады. Одан кейін гипертония. Гипертония не үшін болып жатыр? Бұл жақта бізде жаңағы кортизол, ол өзімен бірге натрийді ұстап қалатын болады. Одан кейін натрий жоғары болса, онда осмостық қысым жоғары болады. Ал жаңағы артериялық қан қысымның бір түрі осы осмостық қысым, сол артериялық қан қысымның түсуіне қатысатын болады. Сол үшін ол да артатын болады. Так, одан кейін тағы да кортизол жаңағы вазоконстрикцияларды тым қатты активтейтін болады. И осыдан вазоконстрикциядан қан тамырлары тарылып тұрып, и осы гипертонияға ұшырайтын болады. Одан кейін мынау семіруде именно мынау бет, мойын жақтары семіретін болады. Бұл себебі именно мынау кортизолға байланысты. Одан кейін бізге ең қызығы мынау именно морфологиясында қандай өзгерістер болады. Кушингпен адам қайтыс болды. Одан кейін оның жаңағы вскрытие жасаймыз, сол кезде не нәрсе көреміз. Егер де бұл жақта жаңағы гипофиздің аденомасынан болса, онда бұны бояп қарайтын болсақ, именно базофилді бояулар көп болады. Яғни базофилді аденома дейік. Себебі жаңағы кортикотропты гормондар, олар базофилді боялатын болып тұр. Базофилді аденома. Так, одан кейін бүйрек үсті безінің гиперплазиясын көруіміз мүмкін. Мүмкін емес, скорее всего, гиперплазиясын көреміз. Бұл енді не үшін гиперплазияға болып жатыр? Себебі мынау егер де жаңа гипоталамуста аденома болса, онда жаңағы бүйрек үсті безіне көптеген сигнал келеді. Типа жаңағы кортизолды өнде деген сияқты. И бұл сол жаңағы сигналға как-то соответствовать ету үшін бұл барып өзінің сандарын көбейтетін болады. Жаңағы кортикотроп, то есть осы кортизолды өндейтін жасушалардың саны артатын болады. Яғни бізде гипертрофия бар и гиперплазия бар. Гипертрофия деген бұл жаңағы жасуша саны қалыпты, бірақтан оның мөлшері үлкен. Ал гиперплазияда бұлардың өлшемі қалыпты, бірақтан саны тым қатты артып кеткен болады. Одан кейін не только бұл жақта біз бүйрек үсті гиперплазиясын көреміз, одан кейін тағы да біз аденомасын көруіміз мүмкін. Аденома деген ол бізде жаңағы злокачественный емес, яғни қатерсіз ісік болып табылады. И бұл жақта біз не нәрсені көретін боламыз. Кесіп қараған кезде бұлар типа там жұмсақ болады, и более андай үлкейген болады кішкене.
Бірақтан ең маңыздылары бұл жақта біз мынандай четкий жасушаларды көреміз, яғни барлығын пішіндері бірдей, мысалы мынандай домалақ. Бірақтан бұлардың размерлері кішкене үлкейген болады, бірнеше миллиметрден бірнеше сантиметрлерге баруы мүмкін. И бұлардың мынандай четкий границаларын көре аламыз. Ал карцинома ол уже қатерлі ісік. Карцинома. И осы карциномада біз не нәрсе көреміз. Бұл жақта уже мынандай атипичный көптеген жасушаларды көреміз. Одан кейін бұл жасушалар әртүрлі мынандай қан тамырына еніп кеткен болады. Одан кейін жаңағы дәнекер тініне еніп кеткен болады. И бұлардың размерлері өте қатты үлкейген болады. И бұлар да жаңағыдай жұмсақ болады, но это не важно. Одан кейін тағы да біз гипоталамусты скрытие жасайтын болсақ, ол жақта сол гипоталамустағы нейрондардың дистрофиясын көре алатын боламыз. Енді давайте осы аденогипофиздің жетіспеушілігі, одан кейін Симонс сырқаты туралы, одан кейін жаңағы Симонс сырқатына алып келетін синдромдар, одан кейін барып тағы не нәрсе бар, гипофиздік нанизм туралы, одан кейін церебральды гипофиздік кахексия туралы айтатын боламыз. Ең бірінші Симонс сырқаты. Симонс сырқаты ол жақта адам тым қатты арықтап кететін болады. И бұған қандай механизмдер бар? Біріншісі, бұл, то есть қандай этиологиялар бар? Біріншісі, ірі аденома. Именно мынау гипофиздегі, ірі аденома, гипофиз. Бұл аденома гипофиздің гормондарын синтезделуіне кедергі жасайды. Одан кейін гормондар төмен болады. И не үшін бұл жақта гормондар төмен болып жатыр? Мынау ірі аденомада бұлар гипофиздің атрофияланып кетуіне алып келеді. Гипофиз атрофиялануы. И бізде гормондардың деңгейі түсіп кетті. И жаңағы Симонс сырқатына алып келеді. Бұл бізде бірінші этиология. Яғни аденомадан туындайды екен. Одан кейін екінші аденома, екінші этиология бұл бізде Шихан синдромы. И енді Шихан синдромына кішкене мынандай патогенез сызу керек болады. Әйел адам, көбісінесе әйел адамдар осымен ауыратын болады. Енді әйел адам 2 қабат болды. Әйел адам 2 қабат болған кезде олардың гипофизі 2 есе үлкейетін болады. 2х гипофиз деп жазайын. И осы әйел адам 2 қабат кезінде бұларда қан кету болады. Қан кетудің артуы. Ал егерде осы қан көптеген кететін болса, онда, соответственно, артериал қан қысымы төмендейтін болады. Артериал қан қысымы төмендеуі ол бізде ишемияға алып келеді. Себебі жаңағы қан айналым ол не істеп жатыр? Азайып, то есть қан айналым жылдамдығы төмендеп жатыр, и осыдан ишемия болады. И ишемиядан жаңағынан гипофиз зардап шегеді, себебі бұл 2 есе үлкейіп жатқан еді. Одан кейін мына жақта қан кету болып жатыр. Одан кейін жақта еще ишемия болып жатыр, и бұл алады некрозданады. И гипофиздің жетіспеушілігі болды, и барып жаңағы Симонс сырқатына ұшырайтын болады. Одан кейін тағы да бос қалған түрік ершігі деген бар. Туран дәл осындай схемамен болуы мүмкін. Бұл жақта прям гипофиз полностью жоқ болып кетеді. Одан кейін тажығда бос қалған түрік ершігін мысал ретінде жұлын ми сұйықтығындағы қысымның көтеріліп, жаңағы гипофиздің полностью жоқ болуынан туындайды, и тағы да осы Симонс сырқатына алып келетін болады. Так, одан кейін тағы да мына жақта бізде Симонс сырқатына тек қана гипофиздің
зақымдалуынан емес, тағы да аралық мидың зақымдалуынан болуы мүмкін. Мысал ретінде ол жақтағы әртүрлі эмболиялар, яғни тындық эмболиялар, одан кейін қабыну, ісік деген сияқты үрдістерден туындауы мүмкін. Егер де аралық мидың бұзылуы тым қатты гипофизден салыстырмалы түрде артып тұрса, онда бұларды как-то церебральды кахексия деп па солай айтады. Так, енді біз неге тоқталайық? Так, енді давайте гипофиздік нанизм туралы айтайық. Енді бұлар этиология әсеретіне не нәрсе болуы мүмкін. Яғни бұл жақта именно өсу гормоны жеткіліксіз болады. Яғни мысал ретінде өсу гормонын қабылдайтын рецепторлардың жеткіліксіздігі болуы мүмкін, яғни тұқым қуалайды. Одан кейін көптеген гипофиздің зақымдалуымен, себебі сол гипофизде бізде соматотропты гормондар бар еді. Мысал ретінде гипофиздің аденомасы, ол жақтағы ісіктер, немесе әртүрлі ишемиялар, қан құюлар. Одан кейін тағы да жалпы осылардың барлығы этиология ретінде саналады. Одан кейін мысал ретінде бұл жақта жаңағы менингиттерден болуы мүмкін, энцефалиттерден болуы мүмкін. Этиологиялар өте көп. И гипофиздік нанизмда мысал ретінде жаңағы аденоманы алайық. Аденома. Именно жаңағы неге гормондардың синтезделуіне әкелмейтін. Одан кейін аденомадан бізде не нәрсе дамиды? Өсу гормонын төмендеуі. Одан кейін біздегі гипофиздік нанизмға келіп тұр. И гипофиздік нанизмда енді не нәрселер болады? Бұлардың денелері өспейді. Одан кейін бұларда жаңағы жыныстық мүшелері дамымайтын болады. Одан кейін әртүрлі зат алмасулары бұзылады. И бұлардың енді осындай нанизммен ауыратын адам кейін қайтыс болды дейік, оны вскрытие жасаған кезде не нәрселерді көреміз. Ең бірінші жаңағы өсу гормондардың аз екенін оларды көре алмаймыз енді. Жаңағы гипофиздегі аденоманы көре аламыз. До этого біз енді айтып кеттік, аденомада не нәрсе болуы мүмкін екен. Одан кейін жаңағы денесі өте кішкентай екен, так көре аламыз. Былай айтқанда жаңағы гипофиздік аденоманы көреміз. Енді келесі жаңағы церебральды гипофизді кахексия туралы айтайық. Бұл жақта да дәл жаңағы этиологияларды айтып шығамыз, нанизмдағыдай. Яғни аденома, әртүрлі менингиттер, энцефалиттер, әртүрлі физикалық излучениялар и так далее. Енді бұл жақта бізде плюрогормонды болады. Яғни бұл енді плюрогормонды деген бірнеше гормондардың жетіспеушілігінен. Бұл жақта бізде жаңағы не только өсу гормоны, одан кейін кортикотропты гормондар жетіспейді, одан кейін тиреотропты гормондар жетіспейді, и гонадотропты гормондар жетіспейтін болады. Осыдан адам өте қатты азып кететін болады. Себебі ол жақта зат алмасу деген мүлдем жоқ деп айтсақ болады. Одан кейін жаңағы зат алмасулармен проблема болады. Одан кейін жаңағы жыныс мүшелермен проблема болады. И жалпы мынау ойлау қабілеті, IQ-ы өте қатты төмен болады. И бұл жақта морфологиясында не нәрсе көреміз? Бұлардың жаңа вскрытие жасаған кезде гипофизін қарайтын болсақ, гипофизі өте қатты зақымдалған түрінде болуы керек. Себебі көріп тұрғанда гипофиздің бүкіл гормондарының жеткіліксіздігі болып жатыр.